Сәлем қыздар, біздер бүгінгі сабақта визуал жасауды үйренеміз. Визуал дегеніміз осы инстаграмдағы осындай картинкаларды визуал деп айтамыз. Мысалы, осындай болып визуал жасау үшін біздер Pinterestке кіріп, өзіміздің болашақ визуалымызға идея таңдап аламыз. Так, визуал для юриста деп примерно алайын. Так, мынаны алып, мына картинканы алып, мына жерде 3 нүктені басып, скачать изображение деп өзімізге сақтап аламыз. Енді бұл визуалымызды мына жерден 9 QR дейтін программа бар, соған кіріп, кесіп аламыз. Мына жерден басып, галереяны басып, жаңағы алып келген визуалымызды үшіге қоямыз. Енді мысалы 3×4 деген бізге бұндай 9, даже 12 визуал кесіп береді. Өстіп өзіңіздің қалаған визуалыңызды үш жерден кесіп ала аласыз. Маған пока что осы 6 жарайды. 9 визуал жарайды даже. Так, обрезать деп өзімізге кесіп, сейв ал дегенмен өзімізге сақтап аламыз. Ашылғаны бар анекта. Так, сақтап алдық. Енді мына жерде галереядан қараймыз. Галереядан мына жерден төменде другие альбомы деп тұрады. Сіздерде қалай тұратынын білмеймін. Сол жерде өзіміздің бана сақтап алған визуалдарымыз үш жерде тұрады. Үш жерде тұр барлығы. Енді студия программасына кіріп, мына жерде плюсті басамыз. Мына жерде 1:80-1:80-ге ауыстырамыз, сақтаймыз. Енді имейджспен кіріп, жаңағы визуалымыздың біреуін шығарамыз. Сіздерге кесіліп дайындалып тұрады. Мен мысалы осы жерден өзім дайындап алған. Ең бірінші визуалымыз біздің мынандай болу керек, мынандай бет болу керек. Бағандай лишний суретсіз екенсіз. Бірінші визуалыңызда міндетті түрде өзіңіздің кім екеніңізді таныстыру керексіз. Енді осы жерге қойып, мына жердегі ортасындағы жазуды кетіріп аламыз. Кетіру үшін маск дегенге кіріп, мына жазуды кетіреміз. Енді мына птичканы бастық, сақтадық. Енді график дегенге кіріп, мына жерге кіріп, өзімізге ақ бет алып келеміз. Ақ бетті алып келіп, мына жерге қойдық. Енді осы ақ бетке мына серый цветті алу үшін, мына жерде пипетка тұр ғой. Сол пипетканы басып, мына серый цветті өзімізге ауыстырып аламыз. Келді, серый болды. Қандай неде керек? Мысалы, мына жерде ақ бар, ақшыл керек болса, міне темный серый керек болса, осылай осы жердегі суреттің несімен таңдап аласыздар. Мен осы серый таңдайын. Так, осылай таңдадық. Енді мына жерге текст жазамыз. Текстке біздер өзімізді бірінші таныстыру керек болғандықтан мен кіммін деп жазайық. Немесе таныса отырайық деп жазамыз. Так, осы жерден не ауыстырамыз? Немізді ауыстырып аламыз? Шрифтімізді ауыстырып аламыз. Так, шрифтіміздің жазуын ауыстыру керек. Бізге мысалы қара керек. Қара болған жақсы. Мысалы, бірінші шрифтіңіз осылай басталды ма? Барлық шрифттеріңіз сіздің осындай цветте, осындай көлемде болу керек. Бәрі бірдей болу керек. Бір постыңыздың жазуы сары, бір постыңызға қысыл болмау керек. Бәрі бір формада болу керек. Мысалы, біздің бірінші визуалымыз дайын. Мысалы, бет сақтап аламыз. Сейв дегенмен өзімізге сақтап алып. Мен кіммін дегенге бұл жерге өзіңізді таныстыру постын жазасыз. Бірінші постыңыз сіздің.